Сіз тарих кітаптағына жазылады деп ойлайсыз ба? Европада, Америкада солай шығар. Бірақ біздің қазақ халқы тарихты күймен жазған. Бабаларымыз өткен шежіремен ғана емес, қос ішектің үнімен де жеткізген. Бүгін біз сіздерге аты аңызға айналған, өнерімен ерлерді мойындатқан, бірақ тағдырына келгенде әлсіз болған қазақтың бір туар қызы Айша туралы баяндаймыз. Армысыз, құрметті көрермен? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Он 19 ғасырдың соңы қазақ даласында өнерпаз атаулының жолы тоғысатын бір ғана есім бар еді. Ол Айша. Айша жай ғана күйші емес. Ол әнші, ол биші, ол сұлулығы мен кербездігі ел аузынан түспеген, бірақ ер мінезі ер адамдардан кем түспеген қайсар жан. Айша жастайынан атқа шауып, ер балаша өскендіктен ел ішінде ол ұзақ жылдар бойы қыз болып киінбеген. Себебі қашан бір еркек күйшіден күй тартыста жеңілсем, сол күні ғана қыз болып киінемін деп серт қылған екен. Айшамен күй тартысамын деп талай атақты күйшілер келген. Бірақ олардың еш қайсысы оны жеңе алмаған. Ел ішінде Айша қатынды домбырамен алу мүмкін емес деген сөз кең тарайды. Осы мінезі, осы өрлігі оны аңызға айналдырады. Айшаның мұндай қазіргі тілде айтқанда вызовын әйгілі күйші Рахта естиді. Ол да Айша қызбен күй тартысуға жолға шығады. Жолда қарсы алдынан бір топ аттылар кездеседі. Бұлар Айшаның ауылынан келе жатқан домбырашылар екен. Олардан қайдан келе жатырсыңдар деген сұрағына Айшаның ауылынан келе жатырмыз. Оны күй тартып жеңу мүмкін емес. Домбыраны аяқпен қағып, қолмен басып тартып, айла қолданбасаң жеңе алмассың дейді. Бұны естіген Рах жолда атынан түсе қалып, етігін сыпырып жіберіп, аяқпен қағып, қолмен басып үш күй шығарады. Рах Айшаның ауылына келіп, қызбен күй тартысты бастайды. Шыныменен күйшілігімен жеңе алмайтынын сезген Рах етігін шешіп жіберіп, домбыраны аяқпен қағып, қолмен басып, жолшыбай дайындап әкелген үш күйін тартқан екен. Рахтың өнерімен өзіне көңілі ауған Айша сыпайылық сақтап, аяқ киімін шешуге ұялып, жеңілгенін мойындапты. Ертеңіне Айша киімін ауыстырып, қыз киімін киіп, алқа шашбауларын бүкіл әшекейін тағып, қонақтардың алдына шығады. Бұрын соңды Айшаны қыз киімімен көрмеген халық оның сұлулығы мен кербездігіне таң қалып, Рахтың да көңілі қызға әбден ауады. Ерке өскен Айша да Рахқа көңілі кетіп, астына ат мінгізіп, үстіне шапан жауып, үлкен құрметпен Рахты шығарып салады. Кейін 1883 жылдар шамасында Астрахань губерниясынан елге қайтып келе жатырған атақты күйші Сейтек Табын руындағы бір жиын тойдың үстінен түседі. Оны бұл жердің халқы асты үстіне түсіп күтеді. Сейтек болса, бұл адамдарды бірінші рет көріп отыр. Мүмкін сыртта естіп, танитын шығар, нейді болса ақырын күтелік деген оймен сыр бермей отыра береді. Сөйтсе бұлар үлкен тойдың үстінен түсіпті. Бұл сол маңайға белгілі аты шыққан әнші, күйші Айша қыздың ұзатылар той екен. Ауыл жігіттерінің бірі күйші Сейтектің келгенін танып, Айшаға хабар береді. Айша қасындағы құрбыларын ертіп,
Сейтек отырған киіз үйге арнайы сәлем беруге келеді. Тойға жиналған ел Айшаның Сейтекпен домбыра тартысуын сұрайды. Бірақ Сейтекпен жарысуды қаламаған Айша өзін күйшіге таныстыру үшін бір күй тартады. Осы күй арқылы сол кездегі теңіне қосыла алмаған көптеген қазақ қыздарының тағдырына тән, өзінің басына түскен қайғысын, болашақ жарына көңілі толмайтындығын, өзінің сүйген жігітіне қоспай, жас өміріне бұғау салып, қаламаған адамда бермекші болған қатыгез әкесінің ісін қос ішектің сиқырлы үні арқылы жеткізеді. Күй тыңдап отырғандың бірі: «Қалқам, бұл күйіңнің аты не?» деп сұрағанда, «Мұңды қыз ғой» дей салыпты. Бірақ бұл орындалған күйдің сырын білетін құрбылары көздеріндегі жасын іштеріне жұтып, үнсіз отырады. Көңілі босаған Айша күйдің атын айтпастан домбыраны қағып жіберіп, тағы бір күй тартады. Бұл Айшаның сүйген жігітін жоқтап, «Рағым қайда, шырағым қайда» деп тартқан күйі болатын. Бұл күйді Қазанғап мұрасын жалғастырушы атақты күйші Бақыт Басығараев атамыздың орындауында тыңдап көрелік. Айша тартқан күйдің тілін түсінген Сейтек оның басындағы жағдайын көріп қатты толғанады. Қыздың домбырашылық өнеріне разы болған Сейтек: «Шырағым-ай, сен де бір қазақтың бұлбұл екенсің ғой» деп қолына домбырасын алып, «Бұлбұл Айша» атты күйін шығарып тартады. Бұл уақиғадан бөлек Айша кезінде Ақтөбе, Орал, Маңғыстау, Қарақалпақ өңірлеріне атағы кең жайылған өнерпаз болатын. Айшаның күйшілік, әншілік, бишілік өнерін айтпағанның өзінде оның сұлулығы мен кербез жүрісі қаншама халық композиторларының күйлеріне арқау болды. Сейтек, Еспай, Үсен Төре, Қазанғап, Рах, Өскенбай, Жолды сынды қазақтың әйгілі композиторлары Айшаның өнеріне тәнті болып, өз күйлерін ардаған. Ел арасында орындалып жүрген Ақ Айша әні де осы Айша қызға арналды деген жорамал бар. Ал енді осы әнді хабарымызға арнайы келіп отырған әнші Байбақты Ідірбайдың орындауында тыңдап көрелік. Сен қалайсың, Ақ Айша, мен дегенді ұшар қанат менде жоқ, сен дегенді Ақ Айша. Тигізетін құрбыңа пайдаң бар ма? Күндіз-түні сен ойлап шөл дегенді Ақ Айша. Мінген атын туралай, шалтарадай қояндай, татулықтың белгісі, қосыда күрпеш баяндай. Аяңда сәулем, аяңда шау баяндай. Кейіннен 1890 жылдар шамасында атақты күйші Қазанғап Доңызтауға арнайы күй тартсам деп Айшаны іздеп барады. Сол кезде Айша отбасын құрып 25 жасқа келген шағы болатын. Сізді домбырашы дегенді естіп, күй тартсайын деп келіп едім деп Айшаға сапарының мән жайын айтады. Айша тапқырлық танытып, алыстан ат арытып келген күйшіні сынамақшы болып, менің қойған
шартымды орындасаңыз ғана сізбен сайысқа түсемін. Менің қолымдағы шымырлауықты тақыр жерге тартып қоя беремін. Өнеріңіз асқан домбырашы болсаңыз, соның қимылына орай күй шығарыңыз деп, қолындағы шымырлауықты тақыр жерге айналдырып тартып жібереді. Күш сол бойда домбырасын қолына алып, шымырлауықтың шыр көбелек айналған қимылына күй тілімен бейнелей жөнеледі. Сөйтіп дүниеге домалатпай ақжелен күйі келген екен. Қазанғаптың өнеріне тәнті болған Айша оны зор қошаметпен қонақ қылып күтеді. Қазанғаптың күйін тыңдау үшін бүкіл ауыл аймақ жиналады. Қазанғапта аянбай бар өнерін сарқып, тыңдарманның көңілінен шығады. Бір уақытта Қазанғап ауылдың 6 ауызы деп Айшадан бір күй тартып беруін сұрайды. Сонда Айша домбырасын қолына алып: Қазанғап аға, елімізге келіп, халқымыздың көңілін бір көтеріп тастадыңыз ау. Ал мынау күй Үсен төре ағамның паң көйлек деп тастап кеткен белгісі болатын. Сіз ел арасында көп жүресіз, жүрген жеріңізде осы күйді тарта жүрерсіз деп тебірене отырып, паң көйлек күйін орындап береді. Айша Қазанғапты жібермей бірнеше күн қонақ қылады. Қазанғап келіпті деген хабарды естіген замандасы күйші Дағарұлы Мәңке және Қазанғап десе ішкен асын жерге қоятын жас күйші шәкірті Қонақбайда келеді. Бұлар келгесін күй жәрмеңкесі одан бетер қыза түседі. Қазанғап Айшаның өнеріне әбден тәнті болады. Бір отырыстан кейін 3 күйші тыныстап, сыртқа шығып тұрса, қолын тастап, кербез жүрісімен Айша келе жатыр екен. Сонда Мәңке: Қазанғап, күйші болсаң біздің Айшаның жүрісіне табан астынан бір күй шығаршы депті. Қазанғап қолын домбырасын алып, табан астынан Айшаның 25 жастағы жүрісі деп күй шығарып орындапты. Қазанғаптың еліне қайтатын уақыты да жақындайды. Жол жүрейін деп тұрған Қазанғап Айшаның көзінде бір мұң бар екенін байқап қалады. Қарағым Айша, көңіліңді бір нәрсе мазалап тұрма, көзіңде мұң бар ғой дейді. Қазанғап аға, мен бір торға түскен бұлбұл торғай сияқтымын ғой. Әттең қыз болып тудым. Мен де серілік құрып, ел аралап, өнерімді халық игілігіне айналдырғым келеді, депті Айша. Қарағым Айша, налма, оның да бір сәті келер. Мына күйді ағаңның көзі деп тартып жүрерсің деп қолына домбырасын алып, Айшаға арнаған бұлбұл торғай атты күйін орындап береді.
күйді естіген Айша Қазанғапқа риза болып, алғысын білдіріп, Сауран көк атты жүйрік атын сыйға тартады. Қазанғап Айшаға батасын беріп, ел жұртпен қоштасып, Сауран көкке мініп, еліне қайтады. Қонақбайдың шәкірті Тасыбайдың қолынан күй үйренген атақты машалақ күйші Айша туралы төмендегідей әңгімен айтып, күйлерін орындап берген болатын. 25 жасқа толған Айша күйеуіне «Мен үйге сияр емеспін. Әнші күйшілермен би болыстарға еріп, ел аралап, халыққа өнерімді сыйлағым келеді» деп, күйеуіне өзі тоқал алып беріп, орала көйлегін киіп, боз жорға атына мініп, елімен қоштасып, атының үстінде тұрып, бір күй тартыпты. Ол күй ел арасында орала көйлек, боз жорғат деп таралып кетеді. Айша өнер соңында жүрем деп, уақыттың қалай өткен байқамай қалыпты. Жасы 45-ке келгенде, қой, мен біраз жасқа келіп қалған екен мынау. Дәуренім өткен екен ғой, еліме қайтайын, шалыммен табысайын деп, тоқалын бөлек үйге шығарып, өзі шалының жанына барыпты. Сонда Айша өткен өмірін еске алып, өттің дәурен, кеттің дәурен деп күй тартқан екен. Айшаның ауылынан еліне қайтып келе жатырған Қазанғап болса, астындағы атының жүрісіне риза болып, Сауран көк атты күйін шығарған екен. Қадірлі көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз да тәмам болды. Келесі кездескенше аман саулықта болайық.